Бисмилля сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Нан қиқымын шашпа. Бірде Ибраим пайғамбар Тәңірі Тағалаға: «Уа жаратушы ием, өзімді бай еттің, төрттілігімді сай еттің, алмақтың да салмағы бар» деген. Мыңғырған малдың сұрауы қиын бола ма деп қорқам. Артығын қайтып ал, мен азға қанағат қылайын дейді. Тәңірі Тағала оған: «Ей Ибраим, берекем қашып, малым сарқылсын десең, бұдан бұлай нанды отырып емес аттың үстінде же. Нанның қиқымы шашылып, жерге түссін. Нан рәсуа болса берекең кетеді. Мен ырысты нанның қиқымына жасырғам. Сен аш жегенде бір түйірінде жерге түсірмей, етегіңе салып жинап аласың. Сондықтан береке дарып, саған дәулет тез бітті» дейді. Нан қиқымын теріп же, бай боласың деген сөз Ибраимнан қалыпты деседі. Осы тыйымға орай ел ішінде мынадай да қызық аңыз сақталған. Ертеде ағайынды жалшы жігіттер байдың қойын бағып жүреді. Бай олардың еңбек ақысына бір жапырақ нан мен бір кесе сүт береді екен. Бір күні ағасы нан жеп отырып, оның қиқымын жерге түсіріп алады. Ысырап болды ғой деп нанды іздей бастайды. Кеш батып, қас қарайып қалған кез екен. Ол нанның қиқымы түскен жерге таяғын қатап кетеді де, ертең жарық кезде келіп тауып алармын деп ойлайды. Ертесіне келсе, таяғы қап-қатты ауыр темірге айналып кетіпті. Оны жерден әрең дегенде суырып алады. Қараса, темір дегені алтын екен. Жігіт бір күнде байып шыға келеді. Ертесіне інісі оның қалай байғанын сұрайды. Ағасы болған жайтты айтып береді. Інісі де ертесіне нанды жерге шашып, қиқым түскен жердің бәріне ағаш қадап кетеді. Таңертең келіп қараса, ағаштары алтынға емес, сом қара темірге айналыпты. Ниетінде кінараты бар інісі ақжүрек ағасы сияқты бай бола алмапты. Нанның қиқымын қадірлеу туралы ғибратты аңыздар Миғраж оқиғасында да айтылады. Мұхаммед пайғамбар Миғражға барғанда бір адамды көреді. Ол түйенің үстіне мініп алыпты. Қолында ұзын, инедей жұқа таяғы бар екен. Сонымен тау тасты шұқып бір нәрсе іздеп жүреді. Әлсін бір құс келіп оның басын шұқып өтеді. Пайғамбар Жебірейілден: «Бұл кім? Бұл не қылған пенде?» деп сұрайды. Жебірейіл періште: «Бұл адам пәни дүниеде нанның қиқымын бейберекет шашып жеген, ысырап обал дегенмен ісі болмаған. Ысырапшылдығы үшін Тәңірі Тағала ол адамға мақшар алаңында жер бетінде өзі түсірген нанның қиқымын түйенің үстінде тұрып тергізеді» дейді. Сонда пайғамбар: «Ал құс не үшін оның басын қайта-қайта шұқып кетеді?» деп сұрайды. Жебірейіл сонда: «Ол нанның қиқымын таптап жүре беретін еді, жинауға ерінетін, нанның обалы қара құсқа айналып, төбесіне осылай шұқып кетеді» деп жауап береді. Пайғамбарымыз Миғраждан келгесін сахабаларына нанның қиқымын шашпау, теріп алып қастерлеу туралы өсиет айтады. Осы өсиет бізге жетіп, қазақтар пайғамбар сүндеті деп нанды қатты құрметтейтін болыпты. Бертінге дейін қазақ арасында нанның қиқымын шашпаңдар, обал болады. Құт берекені періштелер мен хор қыздар нанның қиқымына жасырады. Қиқымды теріп жесең, бай боласың деген түсінік әліге дейін бар.